Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін балаларыңыз сүйіп жейтін гамбургер жасауды көрсетемін. Жұмсақ болып шығатын бургердің нанын да бірге дайындаймыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Лайк басып қолдауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бургердің нанын дайындап алатын боламыз. Ыдысымызға жылы сүтті, жылы суды құямыз. Сонымен қатар ашытқыны салып, сосын ерітілген 30 грамм майды салып, 2 ас қасықпен қантты салып аламыз. Содан кейін сұйық майды құямыз. 1 шай қасықпен тұзды салып, жақсылап араластырып алуымыз қажет болады. Содан соң ұнымызды қосамыз. 2-ге бөліп қоссаңыздар болады. Қолымызбен қамыр илеп аламыз. Менде 720 грамм ұн, 700-720 грамм ұнның арасында салсаңыздар болады. Толық описаниені төменге жазып қалдырамын. Ыдыстың түбінде қалған майды осылай бетіне жағып, кішкене жұмсақ қамырымыз илеп қоямыз да. Содан соң бетіне пищевой пленканы жауып, қақпағын жауып немесе ыдыстың жылы жерге 1,5 сағат, 2 сағатқа қойып қоямыз. Менде жылы жерде 1,5 сағат тұрды, осылай болып көтерілді. Енді видеодағыдай қамырымызды ұзынша етіп дайындап аламыз. Содан соң барлығын бірдей бөлікке бөлу үшін таразының көмегімен 100 грамм, 110 граммнан бөліп алсаңыздар болады. 12 дана бургердің наны бізде күлшелері дайын болады. Енді оны осылай формаға келтіріп аламыз қолымызбен. Видеода көрсетілгендей етіп, барлық бургердің нандарын противеньге салып, жайғастырып аламыз. Дайын болған күлшелерді бетін жауып, жарты сағатқа тағы да алып қоюымыз қажет. Ал енді біз котлеттерді дайындаймыз. Бургердің арасына қосатын бір үлкен пияздың жартысын аламыз да жақсылап ұсақтап турап аламыз, немесе блендермен өткізіп жіберсеңіздер де болады. Қатты ұсақтап жібермей, оны тартылған етке қосып, үстіне тұз салып, қара бұрышты салып, және де дәмдеуіштерді етке арналған қоссаңыздар да болады. Қосып, жақсылап қолымызбен мұжып формаға келтіреміз содан соң. Ал енді котлеттерді формаға келтіру процесі болады. Осылай қолымызбен домалақтап аламыз да, содан соң үстін басып, пісіруге дайындаймыз котлеттерді. Жұқа, жалпақ болғаны дұрыс бургердің котлеттері. Барлығын дайындап болғаннан кейін біз қуырмай тұрып, бірінші булочкамызды пешке жіберетін боламыз. Ол енді кішкене көтерілді, үстін 1-2 басып қоямыз да, осылай қолымызбен кішкене. Содан соң жұмыртқаның сарыуызын бетіне четканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Сосын үстіне мак немесе күнжіт өздеріңіз қалағандай сеуіп, ары қарай пешке жібереміз. Ал енді котлеттерді қуыру үшін табаға май құямыз, кішкене ғана. Содан соң котлеттерімізді жаймен кішкене қызған соң салып, пісіріп ала береміз. Котлеттерді кейбіреулер кәдімгі табаға салып пісіреді екен, май құймай-ақ, бірақ мен май құйып, бетін жауып, жақсылап өзінің уақытымен піскенін қалаймын, шикі болып қалмау үшін. Осылай көлем кішкене кішірейгеннен кейін келесі бетін ауыстырып, келесі котлеттерді де салып, осылай рет-ретімен барлығын пісіріп ала береміз. Осы әдіспен жасап көріңіздер, гамбургерлеріңіз өте дәмді болып шығады. Үй ішіңізді, балаларыңызды қуантыңыздар. Ал енді гамбургердің нандары дайын болды. Арасын кесіп, ішіне салу үшін заттарды арасын кесіп дайындап алуымыз қажет. Көріп тұрғаныңыздай жұмсақ, әрі өте күшті болып шыққан.
барлығын кесіп дайындап аламыз. Одан кейін арнайы тостер болса тостерге кішкене қатырып алуға болады. Менде котлеттерім де дайын болып қалды. Міне соңғысы қуырып шығарып алып жатырмын. Өте сочный, күшті котлеттер болып шықты. Енді менде тостер болмаған соң мен осы бургердің нандарын кішкене қатырлату үшін арасын қазанға осылай қыздырып алып жасап жатырмын. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Табаға жасауға болады, тостер болмаса егер, күшті болып шығады. Ал енді барлығы дайын. Бізге соус керек. Соусты майонез бен кетчупты араластырып жасап жатырмын. Горчица қосуға да болады. Менде жоқ болған, қосқан жоқпын. Соусты дайындап алдық. Нанымыз дайын. Қалған арасына қосатындарды турап дайындадық. Енді соусты нанға жағамыз. Содан соң аскөкті саламыз. Одан соң қызанақты саламыз. Ащы болу үшін пияз салсаңыздар да болады. Бізде бала жемейтін болғасын барлығына қосқан жоқпын пиязды. Бургердің нанының екінші жұбына да соусты жағып, бетін жауып, гамбургерімізді дайындап ұсынсақ болады. Өте дәмді болып шығады. Сатып алған нан арзан, әрі ішінде қосатын құрамы көп болады. Сатып алған кезде аз болады ғой, әрі қымбатқа түсеміз. Сол үшін үйде дайындап беріңіздер деп айтқым келеді. Жасап дайындап жатсаңыздар ас болсын, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама жазылушы болмасаңыз жазылып, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алдағы таңда көптеген керемет рецепттер шығаратын боламын.